Баршаңызға сәлем. Есімім Назира. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін балық қорудың рецептісімен сіздің бөліскім келіп отыр. Өте керемет, сочный болып пісіп шығатын балық. Маринадталған балық. Осыны видеомда соңына дейін қарап, менімен бірге осылай қуырып көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Мендегі карп осылай балықты ішін, сыртын, желпезектерін бәрін алып мен тазалап алдым алдын ала. Енді осы екі балықты маринадтап қуыратын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де видеом ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыздар. Осылай турап аламын балықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасаңыздар. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде міндетті түрде қалдырып қойыңыз. Мінекей, мен балықтарымды турап алдым. Енді осы балықты маринадтайтын боламын. Мендегі кәдімгі чим-чим дәмдеуші для корейской моркови деген бар ғой. Соны алдым. Екі балыққа бір пачкасы кетті. Осыны салып, балығымды араластырып, 4 сағатқа мен қойып қойдым. Мінекей 4 сағат тұрды. Енді бұның үстіне 2 жұмыртқаны саламын. Және жұмыртқаның үстіне 3 ас қасық ұн салып, тағы да жақсылап араластыратын боламын. Қыздар осылай істеп көріңдер, міндетті түрде. Өте сочный, әдемі болып піседі. Прям күшті болады. Мінекей, қасықпен араластырып, ыңғайсыздау екен, қолыммен араластыра салайын. Осылай араластырып аламын да, енді табадағы қызып тұрған майға қуырып ала саламын. Өте дәмді болып шығады. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің арнамнан алыстамаңыз. Менің каналымда күнделікті жаңа рецепттер салып отыратын боламын. Өте бір керемет дәмді болып шығады. Ой пікіріңізді міндетті түрде қалдырып қойыңыз. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналымнан алыстамаңыз. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Асыңыз дәмді болсын. Осылай міндетті түрде қуырып көріңіз. Сырты қытырлақ, іші сочный, әдем болып пісіп шығады. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Сау саламатта болыңыз.